Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз пияздың пайдасы туралы болмақ. Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін, әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиеті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пиязбен құрқұлақ ауруын емдеген. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб-бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мысалы, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан, ішек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын да қасиеті бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Бәз біреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөрітіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қойып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріндеген жараға, үсіген жерге де басуға болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататында қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тегізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан танып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үккіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен ұштануын тоқтатып, тез өседі. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Ескерте кететін жайт, пияздың емдік қасиетін, шипасын көру үшін алдымен дәрігердің ақыл кеңесіне жүгініңіз. Себебі бірқатар ауруларға пияздың пайдасынан гөрі зияны мол. Осымен достар, бүгінгі видеомыз сіздерге өз пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Сіздермен болған Оңай каналы. Өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді видео астында қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.